Әңгіменің жалғасы. Мұндайды көрмеген еркін өскен тораңғыл қасқа арқырап арындағанда даусы көкке жетті. Кейбір сәтте қораның қабырғасы құлайтындай, қадалар жұлынатындай, немесе қыларқан үзілетіндей көрінді. Бірақ үзілмеді, жұлынбады. Бұғалықтың бірі қатты тартылса керек. Ақкөбік болып шоршып тұрған тораңғыл қасқа кенет қырылдап барып шөке түсті. Жүрегім сыздап, көзіме жас келді. Мойнын астына алып, екі бүйірі солқылдап жатқан тораңғыл қасқа бауырсақтай домалап жылап жатқан бала сияқты болып көрінді. Енді бір сәт көзіме бүк түсіп жылап жатқан Шеруба елестеп кетті. Бұдан ары тұруға дәтім шыдамады. Бұрылып жүре бердім. Тораңғыл қасқа көп тулапты. Неше қылқынып, неше құлапты. Ақырында мәңгіріп тұрып қалады. Ақтанау жалын сипаған екен, қабақ шытпапты. Үстіне ертоқым салған екен, тырп етпепті. Масақтанған тарақпай шаруа осымен бітті деп ойласа керек. Ақтанауға енді өзің бір-екі күн мініп, мінігі қылып бер деп қолқа салады. Ақтанау ұстап байлап бердім. Қалғаны өздеріңнің шаруаларың деп кетіп қалыпты. Ертеңіне жұрт күлкіге қарық болды. Таң бозымен тұрған тарақбай соңында қызық көрмек болып шұбырған ауылдың балалары бар қораға келеді. Келсе қораның қабырғасы үңірейіп жатыр. Қыл шылбырдың жартысы қадада қалыпты. Тораңғыл қасқа жоқ. Қақарына мінген тарақбай жылқыға барады. Жылқының шетінде баяғысынша күркіреп, жалы тізесін жауып, шапқылап жүрген тораңғылды көреді ғой. Тораңғыл қасқаны, жылқышыларды, бүкіл ауылды жет атасынан бір сыбап алған тарақбай Ақтанау досын іздеп кетеді. Ертесіне Ақтанау тағы келеді. Бұл жолы тораңғыл қораға жоламай қояды. Жылқы ұстаудың да небір амалы бар екен. Күн шыжыған кезде өзенде үйездеп тұрған жылқыны Ақтанаудың әмірімен 7-8 адам арнадан шығармай қуа жөнелді. Баяғының суы бар ма? Ол кезде мына қарағаш жаздың күні кемерінен түспей жататын. Кей жері тіпті 2-3 құрықтың бойындай болады. Сондай бір терең жерге түсіп, жүзген жылқымен қапталдасып, желе жортып келе жатқан Ақтанау жарқ еткізіп чалма тастады. Мұндай тастағыш болар ма? Ен тіресіп, мойындарын соза жүзген көп жылқының ішінен дәлдеп тұрып тораңғыл қасқаға түсірді. Қалған жылқышылардың лақтырған бұғалықтарының бірі де түспеді. Тек Ақтанау балық сүзгендей қылып тораңғыл қасқаны жағаға тартып келгенде басқа жылқы шұпыр-шұпыр етіп өтіп кеткен кезде жалғыз қалған бейшара айғырдың мойнына бірінен кейін бірі 6 бұғалық түскен. Сонымен тораңғыл тағы тулады.
тақымы желіккен жынды Тарақбай мен даланың азат жылқысын осылай қиқаласқан. Қарағым, Тарақбай мінемін дейді. Дию тарпанның қаны басылмаған. Құнан дөненінде жүргені білігі болмаған Тораңғыл мінгізбеймін дейді. Екеуі де оңбады. Бір рет қатты мөңкіген Тораңғыл Тарақбайды тасқа соғыпты. Содан бір ай ауырған Тарақбай мойны қисық болып бітті. Бірде тулап үстінен түсіре алмай қойған Тораңғыл жерге жата қалып аунаған ғой. Тарақбайдың қабырғалары қаусап, аяғының көгеті жыртылыпты. Әптен кектенген Тарақбай мал көрмеген иттің баласай. Бейшара Тораңғылды сойылмен бастан ұрушы еді. Бірақ өкіл белсенді атаулыдан ығып қорқып қалған халық екеуінің жаңжалына араласпады. Өз басым бір рет араласамын деп аудандағы абақтыға 5 күн жатып шықтым. Бірде қыстың қызыл шынақты аязды күні. Мына майтастың етегінде қыстауға шанамен шөп тартып келе жатқан едім. Алыстан бір айғай естілді. Тақағанда таныдым. Тарақбайдың аспанды жаңғырықтырған боқтығы. Қып-қызыл төбелестің үстінен түстім. Тораңғыл бір төп терекке мықтап маталған. Қарсынды сойыл ұстаған Тарақбай. Білектей қайын қызыл ала қан. Тораңғылдың басы қан-қан. Шыдай алмай кеттім. Тарақбайдың қолындағы сойылға жармасқан едім. Кет! Деген көзі қызарып алған. Тарақбай сойылмен өзімді жасқап, жолама, жөніңді біл. Әй Тарақбай, дедім булығып. Әкеңнің құны қалса да тиіспе енді бұл айғырға. Әкемнің құны бар, деді ол да тістеніп. Байлардың тепкісінде өткен, байдың есігінде өлген әкемнің құны бар осы айғырда. Әттең иесі Шерубай қолыма түспеді. Қой, аруақты қорлама, дедім мен. Осы кезде қайың сойыл өзімнің маңдайыма келіп тиген. Көзім қарауытып жығылып қалдым. Есімді жисам, есірік уәкіл байлаулы айғырды әлі ұрып жатыр. Ту сыртына бардым да, омбы қарға алып ұрып итше тепкіледім. Қойшылар арашалап алды. Не керек? Ертеңінде ауылға апарып жауып тастады. 5 күн жаттым. 6-шы күні босатты. Босатқан адам соғыс ардагер екенсің. Әйтпесе жағдайың қиын болар еді. Енді көрінген жерге араласа берме, деп мақтап ескертті. Сонымен Тарақбайдікі дұрыс болып шықты. Аузымызды ашпайтын болдық. Ал Тораңғыл екеуінің дауы жалғаса берді. Ақырында мінгізбей-ақ қойса керек. Арбаға жегілді. Оғанда көнбей арба сындырған екен. Енді аяққа шідер емес ау. Кәдімгі шідерге оқсатып істелген
темір кісен түсті. Анда санда енді жуасыған шығар деп тарақпай бір мініп көреді. Тораңғыл тағы тулайды. Міне сөйтіп Көлқоздың жұмысында қартаяды осы Тораңғыл. Әбден арсасы шыққанша жегілді. Одан кейін 2 жыл құр жегілді де Аягөз ет комбинатына айдалды. Бірақ неге екені белгісіз, ет комбинатында сойылмай аман қалыпты. Кейін малайдап барған жігіттер айтады. Комбинаттың төбесіндегі қамысты жұлып жеп күнін көріп жүр деп. Ол кезде Тораңғыл 27-де еді. Кейіннен комбинаттағылар шығарып жіберсе керек, шоқырақтап ауылға қайтты. Осы үйдің есік алдына келіп тұр екен. Көз көрген ғой. Содан бері осы ауылдың маңында қаңғырып жүреді. Қыста осы біздің үйге келеді де қой сиырдың ортасында тұрады. Күн жылып, жер көгергенде қайта кетеді. Осылай жүреді. Мүлгіп ұйықтап тұрады. Ал жүргені сол, өзің көргендей, аяғындағы кісеннің алынғанын ұмытып кеткен болу керек. Ауырсына шоқырақтайды да жүреді. Ата, сонда Тораңғыл қасқа қанша жаста? Дедім тамағыма жас тығылғандай болған мен. Қанша жаста дейсің бе? Деді атам төбеге қарап, саусақтарын бүгіп санай бастады. 31-де, деді одан кейін. 44-ші жылы қыста туған. Міне өткен қыста 31-ге толды. Көкірегімді кернеген өксікті сезіп қалған болу керек. Жүзіме сәл қадала отырды да, ойбай қарағымай, деді даусын созып. Осы далада ешкімге бағынбаған талай асау, басы биік талай саңлақ өткен. Соның бәрін жоқтап жыласаң көзің суалмай ма? Өксімеңдер қарақтарым, өздеріңе өмір тілеңдер, басқа не дейміз сендерге? Солай ғой, асыл сөз. Бірақ көз алдыма сол даланың